Әскер жиып аттандық, Бекетай еді тұрағым. Айғайлап жауға тигенде Ағатай беріш ұраным. Бекетай құмға ел қонып, Байбақты жүніс аттанды қосылуға дем болып. Құдайлады хан ұлы іздеген жауы біз болып. Жау қарасы көрінді, жиылған әскер білінді. Исатай басшы, мен қосшы. Исатайдың сол күнде ақтабан аты астында, дулығасы басында. Зығырданы қайнайды, астына мінген ақтабан ақ бөкендей ойнайды. Қасына ерген көп әскер, маңыраған қойдай шулайды. 1836 жылы ішкі бөкей ордасында Исатай Махамбет бастаған қарулы көтеріліс бұрқ ете түсті. Оған себеп 1833 жылы Жәңгір ханның қайнатасы Қарауылқожа Бабажанұлының Каспий теңізі өңіріндегі қазақ руларына билеуші етіп тағайындалуы түрткі болды. Жаңа тағайындалған басқарушы қарапайым халықты қатты қанауға ұшыратты. Ол қазақтарға жерді жалға беру дегенді шығарып, қазақ шаруалары жер үшін ауыр салық төлеуге мәжбүр болды. Оған қоса Қарауылқожаның отбасы үшін әр шаңырақ 2 сом, ал ауыл старшиналары 1 жылқыдан төлеуге міндеттелді. Жер қатынасындағы осындай әділетсіздіктер Орал казак-орыстарының көрсеткен озбырлығы, түрлі салықтардан түскен ауыртпалықтар орда халықтарының наразылығын тудырды. Бұл көтеріліске Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы жетекшілік жасады. Көтерілістің басты мақсаты хан озбырлығын шек қою, шаруалар жағдайын жақсарту, жер мәселесіндегі патша үкіметінің отаршылдық саясатын өзгерту, әскери бекіністердің салуын тоқтату. Көтеріліс 3 кезеңге бөлінді. Бірінші кезең 1833-1836 жылдар аралығындағы қарулы көтеріліске даярлық кезеңді сипаттаса, екінші кезең 1837 жылдар басындағы көтерілісшілердің ханға қарсы аттануынан бастап, олардың осы жылдың күз айларында жеңіліске ұшырауына дейінгі аралық. Үшінші кезең 1837 жылдың желтоқсанында Исатай мен Махамбет бастаған көтерілісшілердің шағын тобының жайықтың сол жағалауына өтіп, күш жинап көтеріліске қайта шығуынан бастап, 1838 жылдың шілде айының ортасында Ақбұлақ өзенінің маңында болған шайқаста біржола жеңіліске ұшырауына дейінгі уақытты қамтиды. Исатай басқарған көтерілісті тез талқандау үшін Орынбор губернаторы Перовский барлық күштерді жұмылдыра бастады. Перовский бұл көтерілістің Кенесары Қасымұлы басқарған ұлт-азаттық көтеріліспен бірігуінен сескенді. Полковник Гекке мен Баймағамбеттің отрядтары Ақбұлақтың жағасында орналасады. Исатай 500-дей жігітімен Қиыл өзеніне қарсы жағалауындағы биік қырға келіп тоқтайды. Көп кешікпей екі арада шайқас басталады. Жазалаушы әскер көтерілісшілерді 3 жақтан шабуылдап, зеңбіректен оқ атады. Шайқаста көтерілісшілердің 70-80 адамы қаза табады. Олар амалсыздан шегіне бастады. Кезекті қақтығыста Исатайдың атына оқ тиеді, бірақ батыр жаяу ұрыс салады. Осы шайқаста Исатай қолға түседі. Баймағамбеттің 3 нөкері оның қолын артына қайырып, біреуі батырдың кеудесіне мылтық тақап тұрып атып салады. Оған қоса Иван Богатырев деген урядник батырдың басын қылышпен шауып түсіреді. Осылайша ел үшін еңіреген есіл ер қаза табады. 1838 жылы 12 шілдеде Ақбұлақ деген жерде көтерілісшілер Гекке мен Айшуақұлы басқарған отрядтан жеңіледі. 1838 жылы 23 шілдеде Махамбет бастаған көтерілісшілер хан аулына шабуыл жасады. Исатай қаза тапқаннан кейін Махамбет Өтемісұлы біраз адамдармен Хиуа хандығына өтіп кетеді. Кейін Орынбор әкімшілігі оны қолға түсіріп, соттап, Атырау өңіріне жер аударып жібереді. Сот үкіміне риза болмаған Баймағамбет сұлтанның адамдары 1846 жылы қыркүйекте Махамбетті өз үйіне келіп өлтіріп кетеді. Көтерілістің негізгі мақсаты орындалмады, алайда нәтижесінде салық мөлшеріне шек қойылды. Патша үкіметі қазақ старшындарымен санасатын болды. Ішкі ордадағы хандық биліктің әлсірегені дәлелденді. Қазақ феодалдарының отаршылдық басқару әкімшілігімен байланысты екенін көрсетті. Әртүрлі халық өкілдерінің қанаушыларға қарсы біріккен негізгі күрес қаланды.
Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы бастаған көтеріліс қоғамдағы әлеуметтік теңдік үшін болған, қазақ халқының Ресей империясының отаршылдық саясатына қарсы халықтың азаттық рухын жігерлендірген көтеріліс. Мен едім, мен нарында жүргенде еңіреп жүрген ер едім. Исатайдың барында екі тарлан бөредім. Мен едім,